Сәлем достар, сәлем құрметті әріптестер. Бүгін география пәнінен нұсқалар талдайтын боламыз. Бұл нұсқалар 2025 жылы ақпан айында болған тест нұсқаларында да жүрген слифтерінде. Соны бүгін осы видеомызда талқылайтын боламыз. Енді бірінші тест сұрағы Франция мен Испанияның жағалауын шайып жатқан біздегі бұғаз, бәріміз жақсы білеміз. Ла-Манш деп белгілегендер көп болған сияқты ғой. Бұл Ла-Манш емес, бұл бізде Бискай болып есептелінеді. Түсінікті ғой, бәріміз білетін Бискай бұл Франция мен Испания жағалауын шайып жатқан екен. Бірақ Ла-Маншта да белгілеуге болады. Бірақ ол бұл жерде Франция, Англия болатын болса, Франция, Ұлыбритания болатын болса, осы Ла-Манш дұрыс болады. Келесі екінші сұрақ. Қазақстанда ең алғашқы рет экономикалық географиясына оқулығын жазған ғалым дейді. Бұл жерде Қазақстан деген сөзден ұстаймыз, себебі қалғандарының бәрі Қазақстан емес, кеңес үкіметі кезіндегі, кейбіреулер мүлдем Ресейдің ғалымдары. Бұл нұсқаға біз белгілейміз міндетті түрде Яр Мұхамедованы, себебі бұл кісі 9 сыныптың мектеп баспасында жүр. Яр Мұхамедова дұрыс нұсқасы болады. Ломоносовтың өзінің еңбектері бар. Уәлихановты білесіздер, бұл кісі саяхатшы, бұл кісі жалпы Қытайды ашқан, Құлжа, тағысындағылар. Баранскийдің бұл Қазақстанның экономикасын 9 және 5 бөлікке бөлген өзінің еңбектері бар. Келесі нұсқа дүниежүзіндегі тұңғыш метрополитен іске қосылған қала дейді. Бұл жерде енді біз қателесіп қалатын жеріміз осы жерден пайда болады. Біз Мәскеуді міндетті түрде алып тастаймыз бұл нұсқадан. Парижді алып тастаймыз. Рим қаласын тағы да алып тастауымызға тура келеді. Алғашқы политен сонда бізде Лондон қаласында пайда болған екен. Мұғалжар тауының оңтүстікке шеткі биіктігі 405 метрге жететін бор мен палеоген дәуірлерінің борпылдақ сазды жыныстарынан құралған төбе. Бұл бізде қай төбе екен? 4 нұсқа берілген. Бір шоғыр, шошақ көл, семіз бұғы, дегелең. Бұл жерде біздегі дұрыс жауабы шошақ көл болады. Бұл және борпылдақ Герцен дәуіріне де сәйкес келеді. Орал таулары, Мұғалжар таулары, сондықтан бұл жерде шошақ көл болып табылады. Келесі берілген жел өрнегі желдің басым соққан бағытын анықтаңыз дейді. Бұл да оңай. Жел өрнегін бәріміз жақсы білеміз. 7 сыныптың бағдарламасы. Бұл жерде оңтүстік тұр, батыс тұр, солтүстік тұр. Көбіне жел өрнегі бұл жерде оңтүстік пен батыстан соққан. Бұл нұсқада солтүстік батыс алынып кетеді, солтүстік алынып кетеді, оңтүстік шығыс мүлдем жоқ. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, жел соқпаған. Сондықтан бұл нұсқада батысы дұрыс жауап болады. Түсінікті ғой. Егер бұл жердің батыстың жанына оңтүстік қосатын болса, немесе батысты алып түсіп оңтүстік батыс дейтін болса, ол нұсқада дұрыс нұсқа болып есептелінеді. Енді 6-шы сұрақ. Шығыс Қазақстанда халқының орташа тығыздығы 2013 жылғы бойынша бізде бәріміз жақсы білеміз. Бұл да тест сұрағында слифтерде жүр. А нұсқасы болады. 1 километр квадрат адамға 5 адам сәйкес келеді. Бұл жерде 1 квадрат метрға 7-2 адам деген бар. Бұл 7-5 болатын болса, бізде Петропавл және солтүстік Қазақстан облысына сәйкес келеді. 2-9 бен 3-1 бұл және 2-9 Түркістан облысына сәйкес келеді. Но 3-1 көбіне Алматы, Жамбыл облыстарына, одан кейін Жетісу облысына сәйкес келетін негізгі нұсқалар. Сонда біз бірінші А нұсқасына толыққан тоқталатын боламыз. Енді 20 ғасырдың 50-60 жылдары жасыл революция жақсы дамыған аймақтар. Бұл бізде жақсы дамыған аймақтар сәйкес келеді. Қалай ойлайсыздар? Жасыл революция деп тұр. Көбіне бұл Африкамен шатастырып жатамыз. Ол Африка жылы дегенмен шатасып кетуі мүмкін бұл нұсқа. Сондықтан бұл жерде жасыл революция әрине оңтүстік және оңтүстік шығыс Азия. Бұл жаңағы оңтүстік Корея, Сингапур, Малайзия деген мемлекеттерге сәйкес келеді. Одан кейін бар орталық шығыс Азия, бұл Атпадайт,
Одан кейін оңтүстік батыс Азия, оңтүстік Азия сәйкес келмейді. Бұл жерде араб елдері, күріш елдер. Одан кейін бардық орталық Азия және оңтүстік батыс Азия. Бұл да жаңағы араб төңірегіндегі елдер болған, бізге тағы да нұсқа сәйкес келмейді. Механикалық құрамы жеңіл құмды топырақтардың жел эрозиясына ұшырауы дейді. Бұл дегеніміз оңай, бұл иә. Бізде топырақтың эрозиясы дегеніміз топырақтың бұзылуы. Бұл жерде мелиорация дегеніміз топырақты қайта қалпына келтіру, хемосинтез дегеніміз жалпы тоже осы қайта сәйкесінше қайта қалыптастыруға келеді. Эрозия мүлдем бұзылу. Енді эрозияның түрлері көп, сондықтан бұл жерде көбіміз эрозияны белгілеп жіберуіміз мүмкін, ол қате болады. Бізде бұл дефляция болады. Бұл жерде жаңағы теңге құнымен де теңге деп жаттап алсаңыз да болады. Дефляция жүреді, себебі эрозияға ұшырайды топырақ, құмды деп тұр. Түсінікті ғой, құмды болатын болса дефляция болады. 9. Қазақстанның климаттық зерттеуге үлес қосқан ғалымдар дейді. Міне әдемі. Бұл жерде 4 нұсқа берген бізге. Пономарев Барсукты берген, Коржиневский Герасимов, Глинкин Праслов, Мейстер мен Русаков. Мейстер Русаков деген географияның 9 сыныптарында да 10 сыныптарында да жоқ кісілер. Бұлар болса да бір Қазақстанға қатысы жоқ, соның ішінде климатқа мүлдем қатысы жоқ. Глинкин жалпы топыраққа қатысы бар кісі, бұл Қазақстанға бірақ. Коржиневский мен Герасимов. Коржиневский мұздық зерттеген екенін бәріміз жақсы білеміз, және Герасимов бұл Қазақстандағы тарих ғылымдарында, соның ішінде Андронов дәуіріндегі адамдардың бет әлпетін сәйкес келтірген кісі. Сонда бұл жердегі дұрыс нұсқа бізде Пономарев пен Барсук. Бұл 9 сыныптың мектеп білім баспасындағы жүрген сұрақтар. Кеттік. Ал 10 сұрақ 2012 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бойынша Рио 20+ конференциясында Қазақстан таныстырған экологиялық бағдарлама дейді. Осы бұл 10 сыныптың кітабында жүрген. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы қайсы болады? Әрине, жасыл көпір танымал слифтте жүр. Бұл да биыл тест сұрағында біраз мұғалімді басын қатырған сұрақ шығар. Бұл жерде жасыл көпір болады. Жасыл әлем, жасыл жер деген екі нұсқа бар екен. Бұл жерде жасыл жер емес, жасыл көпір болады. Біз жаңағы бейбітшілік мемлекет ретінде осы бейбітшілік пен көпірді сәйкестендіріп жаттап алсаңыздар болады. Бейбітшіл ел Қазақстан, бейбітшіл көпір Қазақстан болады. 11-шісі Қазақстанның негізгі балық аулау мен балық өңдеу орталығы. Бұл өте оңай сұрақ деп ойлаймын. Әрбір география пәнін сүйетін мұғалім бұл батыс Қазақстан деп белгілейді. Себебі бізде балық тек бізде тек батыста ғана. Шығыс Қазақстаннан бізді алуымызға болады ертіс өзенінен балық аулауға, бірақ ол толық балық аулау деген категорияға кірмейді. Оңтүстікте мүлдем көл жоқ, орталықта мүлдем көл жоқ, сондықтан батыс Қазақстан болады. 12. Инвестиция жетіспеуі, халықтың қартаюы және басқа жаққа көшуі байқалған Ұлыбританияның артта қалған ауданы. Бұл сұрақ енді бәріміз жақсы білеміз. Ұлыбританияда Элзасты білеміз. Бұл Элзас, Уэльс, Латтар гинеяларының бәрінде көбіне өндірістік және пайдалы қазбаларды алады. Көбіне Уэльсті білесіздер, жеке мемлекет. Бұл жерде Элзас көмір мен ауыр технологиялы өнеркәсібінде жетекшісі. Бұл нұсқада біздегі ең төмені Шотландия болып саналады. Келесі, Антарктида материгінің поляр күндерінің саны дейді. Енді Антарктида материгінде бәріміз жақсы білеміз, 6 ай қыс, 6 ай жаз болғандықтан бұл нұсқада қайсы сәйкес келеді екен? 6 ай дегеніміз қанша күн болады? 180 күн болады. Сондықтан бұл нұсқада жаңағы 6 айды ала салсаңыздар да болады. Бұл жерде 180 дұрыс жауап болады. Келесі 14. Егер төбенің басты етегінен 40 метр биіктесек, онда бұл көрсеткіш не болады? Бұл салыстырмалы биіктік болады. Бұл жерде ағай не үшін жалпы салыстырмалы биіктікті алдыңыз десе, бұл теңіз деңгейінен деп тұрған жоқ қой. Теңіз деңгейінен болатын болса, онда бізде абсолюттік болатын еді. Ал бізде
40 метр биік деп алып тұр. Бұл жерде салыстырмалы биік болады. Салыстырмалы биікке сәйкес келеді. 15 қорғалжың қорығы орналасқан облыс. Қорғалжың. Әрине бұл қорғалжыңның қорығының қоқиқазы деген бар. Бұл бізде Ақмола облысына сәйкес келеді. Енді картаны бұл жерде міндетті түрде жақсы білулеріңіз керек. Қостанай облысында Наурызым қорығы, Павлодар облысында Баянауыл ұлттық саябағы және Жамбыл облысында Ақсу жабағылы қорығы, Қаратау деген сияқты жеке-жеке. Бұл бізде Ақмолада бірақ негізгі қорық бар. Қостанай территориясына да жақын сәйкес келеді. Бұл Ақмола облысы. Енді келесі сұрақ. Алып секвойя ағашын қорғау мақсатында құрылған ұлттық саябақ. Бұл да осы неде жүр, тест слифтерінде жүр. Бұл жерде Виргиния, Серенгети, Какаду дейді. Бұл жерде дұрыс жауабы болады Редвуд деген ұлттық саябақ бар. Америка құрама штатында бірінші құрылған Америка құрама штатындағы ең ұлттық саябақты бәріңіз білесіздер, Йеллоустаун, ендігісі Редвуд. Сонда бізде бір Америкаға байланысты 3-4 қана негізгі саябақтар бар. Йеллоустаун және Редвудтар. Келесі 2015 жылы Кіші Аралдың оңтүстігінде салынған бөгеннің ұзындығы 10 километр дейді. Кіші Аралда салынған. Бұл жерде бұқтырма Атбадай. Бұқтырма бұл Ертіс бойында, Қапшағай Іле бойында, Шардара Сырдария бойында. Бірақ бұл Арал аймағын алып, сондықтан бұл нұсқа Көкарал сәйкес келеді. Қалғандары географиядағы объектіні жақсы білсеңдер, бұл біраз жауабы тура шығады. Одан кейін 18 Қазақстан бойынша мақта өсіретін бірде-бір аудан. Әрине бұл оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданы. Себебі мақта осы аймақта жақсы өседі. Бұл енді көбіне көршілес мемлекеттерде, Өзбекстанда, Тәжікстан, Түркменстанда мақтамен айналысады. Сондықтан осы облыстарға сәйкесінше географиялық нұсқада жақын келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы. Солтүстікте бұл дәнді дақылдар, бәріңіз білетіндей арпа, бидай. Одан кейін батыс Қазақстанда бізде құмдары және шөл болғандықтан, бұл жерде мұнай пайдалы қазбалар болғанымен, шығыс Қазақстанда техникалық дақылдар күнбағыс, жүгері деген сияқты шығады. Енді бұл нұсқада дұрысы оңтүстік Қазақстан облыс, оңтүстік экономикалық ауданына сәйкесінше жауап болады. 19 жалпы сырт қыратының тән сипаттамасы. Бәріміз жақсы білеміз, жалпы сырт қыраты Қазақстанда орналасқан. Көбіне Шығыс Еуропа жазығының жалғасы деп те айтып жатады. Бұл нұсқада қайсысы болады енді? Абсолютті орташа биіктігі 500-600 метр. Енді бізде қыраттарға сәйкес келмейді. Қыраттар 500 метрден төмен жатады. Бұлар енді биіктетіп жерген екен. В нұсқасы Қазақстан солтүстік батыс бөлігіне ғана құрайды дейді. Бұл Атбадай. Бұл көбіне солтүстік батыстың бөлігіне сәйкес келеді, бірақ толық солтүстік батыс бөлігі деп аталмаймыз. Солтүстікті біз алып тастауымызға тура келеді. Бұл жерден бұл нұсқа дұрыс емес. Батыста бірте-бірте аласарып Сарыарқаға ұласпайды дейді. Бұл да Атбадай. Бұл Сарыарқамен жалғаспайды, арасында Торғай қолаты жатыр. Сондықтан бұл нұсқада Орал тауы мен Еділ өзенінің аралығында орналасқан нұсқасы сәйкес келеді. Әрине, арасы батыс Қазақстан экономикалық аумағында жатыр. Сонымен Орал тауы мен Еділ өзенінің аралығында орналасқан деген нұсқа дұрыс жауап болады. Жақсы, келесі Қазар теңізін мен оған таяу шөл аймақтары туралы жазған біз жақсы білетін Әл-Мәсуди деген тұлға бар. Осы географияны зерттеген орта ғасырлық 7-ші ғасыр ғой деймін. Осы сәйкес келеді. Әл-Мәсуди. Әл-Идриси деген кісі бар. Бұл көбіне Әл-Хаукал, Ибн Хаукал, Әл-Хордабек деген кісіні мүлдем танымайды екен. Жалпылама қайғылым болса да, может, қазақ тіл әдебиетінде бар шығар. Ибн Хаукал деген бұл тарихта жүр. Әл-Идриси Қазақстанды тағы да тарихта жүрген сұрақ. Бұл Атбадай екеуі, Хаукал да, Хордабек те, Идриси да. 21-ші сұрақ. Қазақстанның отын энергетика кешені дейді. Сіздерге берген. Енді бұл кешенде картамен беріп қойған сіздерге. Отын энергетика кешені Қазақстандағы басты мұнай өндірілетін облыстарды берген екен.
Бізде Қазақстанда мұнай өндірілетін облыстар қайсына сәйкес келеді екен? Бір, екі, үш және төрт бізде мұнай өндіреді. Түсінікті ғой. Бұл Д жауабы дұрыс болады. Қазақстан батыс облысындағы аймақтар. Одан кейін Қазақстанның отырар кешені ретінде Майкүбі көмір кен орны орналасқан облысты белгілі. Майкүбі қайда орналасқан? Бәріміз жақсы білеміз. Майкүбі Теміртау жезқазған бұл қай агломерацияға кіреді? Әрине Қарағанды облысына. Бұл жердегі сәйкесінше цифр 11-ге сәйкес келуі керек пе, 8-ге ма? Бізде сұрақ шығады осы жерден. Әрине 8-ге сәйкес келеді. Майкүбі қаласы. Одан кейін Қазақстан отын энергетика кешеніне беріп өткен екен тағы да. Бұл жерде Қапшағай, Шардара, Мойнақ, СССР орналасқан облыстар. Бәріміз жақсы білеміз. Бұл облыстар Қазақстан қай аймағында орналасқан? Шардара 13-те тұр. Мойнақ 10-да тұр. 9, бұда 9, 10, 13 деген нұсқалар дұрыс болады. Себебі Шардара арқылы да тауып алуға болады, бірақ Шардара екі жерде тұр. Иә, С жауабында да тұр, бірақ бұл жерде Қапшағай бізде 10-ға келеді, Шардара 13-ке келеді. Понятно. Одан кейін 9 бізде міндетті түрде солтүстікте шығыс Қазақстан облысында орналасқандықтан осыған сәйкес келеді. 24. Қазақстанның отын энергетика кешені Ой-Қарағай, Біршоғыр, Кендірлік, көмір кен орындарында орналасқан облыстарды белгілеңіздер. Ой-Қарағай дейді. Бұл қай облыста орналасқан екен? Ой-Қарағай, Кендірлік деген. Бұл дұрыс жауабы қайсы болады? Ол А жауабы болады. 9, 14 болады. Себебі біздегі Ой-Қарағай, Біршоғыр деген нұсқа дұрыс болады. Бұл жерде тағы да нәтижесінше мұнда 19 өтір беріп қойған екен. Бұл жерде бұл өтірдің екеуі болғандықтан бұл тест сұрағында қателестіреді. Сондықтан бізде А жауабы дұрыс болады. Өтірді екеуі беріп қойыпты. Адамды шатастырады ғой. 25. Қазақстанның отын энергетика кешені дұрыс белгілеген қатар тағыңыз дейді. Бұл қайсысы дұрыс беріледі екен? 14 АЭС орналасқан дейді. Бізде АЭС жоқ, өкінішке орай. Қайсы нұсқа болады? Достар мұнай кен орны, бұл бізде 2, дұрыс 2 бар. Одан кейін 4 жаңа жол газ өңдеу зауыты, содан кейін 5 бізде Обаған кен орны дұрыс жауабы болады. Бұл жерде А нұсқасы, қалған нұсқалардың бәрі тағы да атпадайды. Қазақстан мұнай химия өнеркәсібінің тұңғышы бұл болады бізде Атырау мұнай өңдеу зауыты болады ғой деймін, қателеспесем. Бұл себебі біздегі тұңғыш Қазақстанда салынған химия және мұнай өңдеу зауыты. Енді бұл жерде Атырау химия зауыты жоқ. Естеріңізде болсын, Атырау мұнай өңдеу зауыты бар. Сондықтан бұл тұңғышы осы болып саналады. Сайқан желіне тән сипат, міне бізде жүрген сұрақтың бірі. Қатты соққан кезде Алакөл су деңгейі 1 метрге дейін көтеріледі. Бұл дұрыс жауап болады. Осы биылғы біздің тест сұрағымызда 25-те жүр бұл тоже. Берілген картада бір санмен берілген климаттық белдеу, бұл бізде болады қандай деп ойлайсыздар? Әрине орманды дала нұсқасы дұрыс жауап болады. Себебі бұл жерде орманды даланы көрсетіліп тұр. Қазақстанның темір кенінің 93 мөлшері беретін кен орны, бұл да тест сұрағында жүр. Біздегі Қостанай облысының кеніштері Соколов, Лисаков, қалғандарының бәрі атпадайды. Себебі темір шықпайды қалғандардан. Жапонияның халқы 2014 жыл бойынша бұл 127 миллионға сәйкес келеді. Қалғандары кішкене келеді екен, бірақ нақты цифр 127 миллион. Картамен жұмыс алгоритмін құрастыру қай кезде қажет дейді.
бұл аудандастыру кезінде картамен жұмыс міндетті түрде керек, иә. Біз оның ауданын, қандай пайдалы қазбасын, климатын білмесек, біз аудандастыра алмаймыз. Енді кенді пайдалы қазбалар бұл болады мыс, алтын, күміс, темір болады. Кені бар бұлардың. Жердің астынан алады. Апатит, атпатайт, әктас бар бұл жерде. Темір фосфорит тоже атпатайт, азбест бар, жердің бетіне шығады. Кеттік ал. Физикалық географиялық картада су айналымдары түске қандай түспен белгіленеді? Өте оңай. Көк түспен белгіленеді. Одан кейін басқа вариантты ұстаудың қажеті жоқ. Ашық көк береді. Негізі көк нұсқасы дұрыс болады. Себебі аспанның түсімен жерге шағылысады да мұхиттар. Сонымен бізде аспанның көк болу түсі де осыдан шығады. Ежелгі дәуірдегі география ғалымдары дейді, ежелгісін беріп тұр. Бұл жерде Аристотель, Эратосфен, Гумбольдтты берген, Ивон Максуди, Фаллес, Геродот дейді. Бұл жерде Эратосфен, Аристотель, Фаллес дегендердің бәрі ежелгі философия дәуіріндегі тұлғалар, сондықтан осы нұсқа дұрыс болады. Кеттік ал. Қазір физикалық географияда картадан таулы өлкелердің пішіндерінің түсі қандай болады? Әрине қоңыр түс болады. Қоңыр жасыл депті, ашық қоңыр депті. Қоңыр болады. 1993 жылы Чехия мен Словакияның бөлінуі не болып саналады? Бұл сандық бөлініп саналады. Себебі екеуіне екі түрлі сан береді. Себебі кішкентай мемлекет болып, кішкентай Еуропаның қалалы мемлекеттері болғандықтан осындай бір сан береді. Сандық болып есептелінеді. Сынау көрсеткіші жоғары ең жақсы жылтырайтын минералды атаңыз дейді. Бұл жерде алмас пен кинвар болады. Бұл да осы биыл жүрген слифтарда жүрген сұрақтар. Келді маған осы. Шөлде орналасқан қорықтар, бұл жерде бізде шөлде үстірт бар, одан кейін қайсысы бар? Барса келмес қорығы осы үстірт пен барса келмес бір облыстың территориясында жатыр ғой. Сондықтан бұл қорықтар дұрыс жауап болады. Одан кейін территориясы алғаш рет табылған пайдалы қазбаның атауымен аталған қай аймақтар орналасқан дейді. Бұл жерде дұрыс нұсқасы Қарағанды территориясына алғаш рет табылған пайдалы қазбалар атауымен аталған қай қала аймақта орналасқан? Алғаш рет табылған пайдалы қазба атауымен. Бұл жерде дұрыс жауап болады. Әрине Жезқазған Ұлытау. Себебі бұны ашқан өздеріңіз жақсы білетін. Кім еді ашқан, кім еді жақсы білетін? Әрине сіздер жақсы білетін Қаныш Имантайұлы Сатпаев деген кісі бар. Одан кейін халық саны өскен елдер Нигерия, Пәкістан. Мен бәріміз жақсы білеміз, Нигерия мен халқы дәл қазіргі кезде әлемнің 10-ына кіреді, Пәкістан да тура соған сәйкесінше кете береді. Одан кейін 42-ші сұрақ, Құлжа мен Қашқарияға саяхат жасаған ғалымды бәріміз жақсы білеміз, бұл Шоқан Уәлиханов. Одан кейінгі ғалымдардың бәрі Қашқарияға саяхат жасамаған. 43 континенталды мұхиттық плиталардың соқтығысуынан түзілген объектілерді атаңыз. Бұл жерде объект сәйкес келеді. Анд таулары мен Перу шұңғымасы. Бұл жерде континенттік және мұхиттық платформа деп тұр. Егер сіздерде континенттік платформаға соқтығысуынан болатын болса, континенттікпен ол дұрыс жауабы тынық мұхиты плитасы. Соның ішінде Гималай таулары болады. Енді сұрақтар өте көп базада. 44. Картадағы Еуразия тау жүйесіне табыңыз. Бұл жерде Еуразияның тау жүйесі қандай? Гималай мен Альпі болады. Алтайда болады, бірақ негізгі ең ірі тауларын айтып тұр бұл жерде. Гималай Қаратау, кішкентай тау Қаратау, Тянь-Шань Альпі мүлдем. Екеуі де кішкентай. Енді келесі бізде физикалық географиялық аудан деп берген екен. Бұл енді мәнмәтіндік тапсырманы беріп отырмыз 45-тен бастап. Бірінші, бұл жердегі дұрыс жауабы міндетті түрде 215 метр деген ұғымға сәйкес келеді. Қалғандары бұл мәнмәтінде жоқ. Одан кейін жер шарында ең кішкентай материк Австралия материгін
17 ғасырда тонго, фиджи, бисмарк архипелагтарын зерттеген саякатчы біз білетін Абел Тасман. Сол үшін Тасман аралының құрметіне осы кісіні бергенін бәріміз жақсы білеміз. Одан кейін материктің солтүстік жағалауын шайып жатқан теңіздер дейді. Қандай теңіздер шайып жатуы мүмкін? Бұл тест нұсқасында бұл болуы мүмкін Филиппин және Маржан аралдары болады, себебі солтүстігін шайып жатыр деп тұр. Одан кейінгісі жер шарындағы осы материктің ірі түбектері қандай материктерде? Бұл жерде Аннемлан, Кейп Йорк, Австралия, Картипания, Торрес Басов, Аннамленд. Ол жерде нұсқасы болады Арнемленд және Кейп Йорк деген. Одан кейінгісі 49-шы нұсқа жер шарындағы осы материкке арналған темір ақшалар ехидна, үйрек тұмсық, лира құйрық жануарлары бейнеленген ел. Әрине, Австралия одағы. Түсінікті ғой. Австралия одағы. Келесі ең соңғы сұрақ: карта схеманы пайдаланып демографиялық өсім орналасқан елдерді анықтаңыз. Бұл әрине Нигерия мен Пәкістан болады. Қалған сұрақтарында Нигерия, Қазақстан тұр. Бұл ақпатайды Қазақстанның санасы. Сомали тұр, мүлдем көбеймеген. Одан кейін Сенегал мен Бразилия. Бұларда сәйкесінше адам саны жыл сайын төмен дәрежеде өседі. Сонымен бүгінгі алғашқы 50 нұсқамызды талдап болдық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнап жатса арнаға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер.